2020 жыл маусым айы карантин кезі еді. Аллахтың қалауымен екі жақ танысып, тәтті шайымыз өтті. Тойдың болғаннан боларсы қызық демекші, абыр-сабырмен жүріп әйтеуір жасауымды дайындап, ұзатуға дайындала бастадық. Қызу дайындық үстінде ойламаған жерден июль айының 17 жұлдызында Мағауия маған сөз салды. Сол сәтте мүлдем есімнен кетпейді ғой. Негізінде ойламаған жерден деп айтып жатырмын ғой, бірақ та іште күтіп жүрдім ғой, енді тәтті шай болғаннан кейін. Бірақ та қай күн жасайтынын білмедім. Ол маған сюрприз қылып жасады. Енді оны инстаграмнан, ютубтан өздеріңіз көріңіздер ғой. 3-4 күн ұйықтамай дайындалған. Енді ол кез келген қыздың арманы деп білем. Сол кездегі сезімді айтып жеткізе алмаймын. Және де ол кезде менен асқан бақытты жан жоқтай болды. Үлкен қуанышпен жүрегімдегі қимастық сезімді қатар сезініп жүріп, ұямнан ұзатылатын күнімнің қалай тез келіп жеткенін білмей де қалыппын. 23 тамыз. Ата-анам еркелетіп, қолдарында мәпелеп өсірген қыздарын ұясынан ұшырды. Негізі әрбір ата-анаға өте қиын зат қой. Қыз баланың тағдыры өте ауыр. Бірақ та оған көну керек. Басқа амал жоқ. Солайынан өзімнің екінші үйіме келдім. Осылайша менің келіндік өмірім басталды. Негізі енді екінші үйім, жаңа отбасым жайлы айтып кететін болсам, менің екінші әке-анам өте жақсы жандар. Жалпы қыздар білесіздер ме, мен тұрмысқа шықпас бұрын Алладан ата-енемнің көркем қарым-қатынаста болғанын шын жүрегімнен